Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Ахметова Жазира Жексеновна, Ақтөбе қаласы номер 58 жалпы білім беретін орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Бүгінгі менің авторлық бағдарламаның тақырыбы бастауыш 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші сыныптан алған ментальды арифметика элементтерін үйрету. Бұл бағдарламаның мақсаты математикалық қабілеттерді дамыту, бұл балалардың математикалық ойлау, есептеу жылдамдығын және логикалық қабілеттерін арттыру. Екінші, зейін мен есте сақтауды жақсарту. Бұл жерде зейін шоғырландыру, есте сақтау қабілетін жақсарту және ақпаратты жылдам өңдеу дағдыларын дамыту. Үшінші, шығармашылық ойлауды ынталандыру. Шығармашылық ойлауды ынталандыру және проблемаларды шешуге жаңа көзқарастарды қалыптастыру болып табылады. Ментальды арифметиканың негіздері абакус. Бұл есептеу құралы ментальды арифметиканың негізгі құралы болып табылады. Екінші, ментальды есептеу абакусты қолдану арқылы ойша есептеу дағдыларын дамыту. Бағдарламаның құрылымы, теориялық бөлім, математика негіздері, абакустың жұмыс принциптері, арифметикалық операциялардың ерекшеліктері болып табылады. Екінші, практикалық бөлім, абакусты пайдалана отырып есептер шығару, жаттығулар мен ойындар, топтық жұмыстар мен жарыстар өткізіледі. Үшінші, бағалау жүйесінде апталық тесттер мен бақылау жұмыстарын өткізу, жетістіктер бағалау және ынталандыру. Бұл бағдарламада сыныптар бойынша мазмұны: бірінші сыныпта сандарды танып білу, 10-ға дейінгі сандарды қосу және алу, геометриялық пішіндермен танысу, абакусты бастапқы деңгейде қолдану. Екінші сынып бойынша 50-ге дейінгі сандар мен арифметикалық амалдар, екі таңбалы сандар мен операциялар мен ментальды есептеуді жетілдіру, логикалық есептер мен шығармашылық тапсырмалар. Үшінші сыныпта 100-ге дейінгі сандарды абакуста және ментальды түрде шапша есептеу, математикалық есептерді шешуге арналған логикалық ойлау жаттығулары бар. Төртінші сыныпта көбейту мен бөлу операцияларды, күрделі теңдеулерді, бөлшектер мен шамаларды салыстыра алады. Бірнеше таңбалы сандарды қосып азайтуды абакуспен есептей алады. Бұл бағдарламаның оқыту әдістемесі, практикалық әдістері, күнделікті өмірде кездесетін нақты есептер арқылы математиканың қолдануын көрсету. Екінші, ойын әдістері, әр сабақта математикалық ойындар мен жарыстарды өткізу арқылы қызығушылықты арттыру. Үшінші, ментальді жаттығулар. Бұл ойша есептеуді жылдамдату үшін арнайы берілген жаттығулар жасау. Сабақ арасында жаттығуларды қайталап отыру. Бағдарламаны жүзеге асыру құралдары: көрнекі құралдар, абакус, геометриялық фигуралар, сандық карталар. Техникалық құралдар: интерактивті тақта, компьютер бағдарламалар мен қосымшалар. Ойын құралдары: математикалық пазлдар мен ойындар. Күтілетін нәтижелер: бұл авторлық бағдарламада математикалық қабілеттерді арттыру, балалардың математикалық ойлау, есептеу және жылдамдығын және логикалық қабілеттерін арттыру. Екінші, зейін мен есте сақтаудың жақсаруы, зейін шоғырландыру, есте сақтау қабілетінің жақсаруын және ақпаратты жылдам өңдеу дағдыларының дамуы. Шығармашылық ойлаудың ынталандыру, шығармашылық ойлаудың ынталандыру және проблемаларды шешуге жаңа көзқарастардың қалыптасуы болып табылады. Бұл авторлық бағдарлама антиплагиатқа тексеріліп 100%-ға көрсеткішті көрсетіп, Ақтөбе облыстық әдістемелік орталық бөлімінің әдістемелік кеңесінде қарастырылып баспаға берілді. Бұл пікір жазған Ақтөбе облысы бойынша кәсіби даму институты аға оқытушысы Рахатова Гүлайым Жетпісбаева және Ақтөбе облыстық әдістемелік орталығының бөлім меңгерушісі магистр Жұбаева Светлана Мұғайна. Бұл авторлық бағдарламада түсінік хаттары толық көрсетілген және бірінші, екінші, үшінші, төртінші сыныптарға арналған оқу бағдарламасы көрсетілген жоспары. Және сонымен қатар бұл авторлық бағдарламаның ішінде ментальды арифметикаға көптеген қосымша тапсырмалары көрсетілді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.